жергілікті валюталарда купюраларын көрсетіп жіберейін сіздерге. Мынау 1000 рупий. 1000 рупий теңгемен шаққанда 10 000 теңге. Купюралары. Мынау 200-лік купюра. Бұл бізде 2000 теңге. Бұл бізде 100-лік купюра 1000 теңге. Және бізде 50-лік купюра. Бұл бізде 500 теңге. Яғни бұл бізде құс, осы Маврикийдағы Маврикийдің символы. Даже паспорттың ішінде осы құстың суреті бар. Визада, да, точнее, штампта. Сосын мынау бізде монеталары. Бұл бізде 5 рупий. 5 рупий дегеніміз бұл 50 теңге. Және 100 теңгелік 10 рупий. Бүгін Порт Луи, осы Маврикийдің басты қаласы, астанасына барамыз. Кешегі демалыстан кейін машина ұйықтадық. Уже 5-нен кейін шығып бара жатырмыз ғой жолға. Порт Луи Астананың аталуына байланысты осы Луи портына келдік. Луи порты жоғарыда орналасқан. Порт Луидің көктөбесі десек те болады, өйткені осындай вид ашылады. Қала алақандағыдай деген. Қала осы таулардың ортасында орналасқан екен. Порт Луи, портқа кіру тегін. Жазып тұр, кіру тегін. Мына жерде осы форт, енді бұл цитадель ғой. Тарихы жазылған. Қашаннан бері орналасқан, қашан құрылысы жүргізілген. Құрылысы 1834-1840 жылдары бастап салынған. Негізі бұл цитадель, бұл форт негізінде Queen Adelaide патшайымының атына берілген. Бұл осы Мауритиус Англия қарамағында болған кезінде салынған цитадель порт. Порт биіктікте орналасқаннан кейін жел мында дейтін түр жағаны. Жоғарысынан көтерейік. Қазіргі жаңа порт. Башняға көтке жатыр. Мынау походу туалет болған сияқты. Дейсің, сонымен кетесің дейсің. Так, 1840 болса примерно. Бұрынғы ғасырлық тарих.
порт. Мына жерде де уже лайнерлер тұр, көрсеңіздер. Получается замоктан кейін где-то бір километрден кейін уже порт. Айналада қарап тұрсаңыздар, ең биік жерде орналасқан замок. Енді туристер ондай қатты көп емес. Сондықтан бір қамал как қамал. Тек бір историясын қызықтап, зерттеп келгіңіз келмесе, немесе қалада болып, Порт-Луида болып, туристік жерлерді көріп кетемін десеңіз, уақытыңыз болса, былай келіп қарайтын жер, ондай қатты әсерлі жер деп айта алмаймын. Ну так, гулять. Келесің, просто ескі пушкаларды көресің, жақсы ракушкаларды көресің дейсің. Болды. Ракушка деп қойым, ракушка емес мынау. Орталық базарға келдік. Орталық базар. Продуктлерді ешқандай алып отырмын фақат. Төртеуі 1000 теңге. Мында көбінесе штучный сатады екен, штучный. Штугы мынандай деген сақталды. Мысалға, драгон фруттар штугы 1750 теңге. Мысалы, алма 3 штугы 25 рупий 250 теңге 3 штугы. Асқабақ, қияр, капуста. Кокостар 200-ден 2000 теңге. Біз алдында 100-ге іштік. Точнее, 100-ге іштім. Штуга. Авокадо. Авокадо ұшында өсетін сияқты, походу. Штуга 400 теңге, 500 теңге, 750 теңге. Порт-Луидің орталық базарынан ананас алып. Бағалары размеріне байланысты бөлінеді екен, 75, 100, 125 деп. Соны 100 рупий тұратын алып, соны тазалатып атық. 100 рупий емес, 1000 теңге. Да, баға қымбат, базар жоқ. Негізі ондай экзотикалық фрукттарды Таиландтан жеуге рекомендую. Даже драгон фруттардың өздері қымбат. Мысалы, кішкентай драгон фрукт 100 рупий тұрады. 100 рупий дегеніміз 1000 теңге. Үлкендері бар, 150-1000 теңге тұрады. Бір штуга. Ананас алдық. Банан аламыз бұйырса. Ананас 75-тен, бана 100-ден алғанды маяқта 75-тен көрдім. И кестіріп отырық басын. Чтобы пакетке салғанда ыңғайлы болсын. Колючий екен бастары. Жергілікті купондар. Купон болғанда парковканың бір штуга 200 теңге тұрады. Жарты сағатқа ғана действительно. Мұнда бөлінеді, мысалы зона 1, зона 2 деп. Зона 2-ге 10 рупий, зона 1-ге 20 рупий. Получается 200 теңге. Ай, күн, дата, сағатты белгілейсің. Осы сағатқа байланысты 30 минуттан кейін уже мынау не действительно. Үшін на всякий екіншісін алудық, егер қалаға шығып жатқан жағдайда, парковка жасау үшін деген сияқты. Мынандай купондарды, паркинг купондарды кішкентай дүңгіршектерден продуктовый магазиндерден сұрасаңыз болады. Көп жерде сатпайды екен, арнайы сататын жерлер тек осындай дүңгіршектерде. True Beach атты пляжға келдік. Бұл
солтүстік Маврикийде орналасқан пляж. Жалпы солтүстік душтар сыртта орналасқан, іште раздевалка, туалет и так далее. Пляждың құмы әдемі екен. Приятный құм. Яттылар көп екен мына жерде. Пальмалар мына жақта бар екен. Уже отельдер басталды. Осы жерде отельдерге оларда алдыңғы нелерді айтып өткендей. Пляж общественный болғаннан кейін отельдер өзінің лежактарын тағы басқаларын қояды. Но пляж общественный. Кез келген адам түсе бере алады. Пляж жақсы, керемет. Қаралдар бар, қаралдар. Сол үшін Маврикийге барынша аква жүзбеге келген дұрыс. Көріп пляж, пальма, лежактар, но лежактар осы жерде отельдің собственности болғаннан кейін көріп барлығында типа цвет, жасыл цветті нелер осы лежакқа ғана жатады, қалғандары жерде деген. Өйткені отельдің лежактары собственностьтері болғаннан кейін сондай. Ой, бастық су бармыз. Бүгінгі пляждың кейін шамалы мощный болды. Маскамен трубочка алып келген дұрыс болған екен. Анда қаралдар бар, қаралдардың ішінде кішкентай балықтар бар екен. Соны қызықтап, жода как деген сияқты. Еңінде де балықтар жеткен кішігене. Пляж жақсы, суы вообще тема суы. Келуге рекомендую. Құмдары күшті екен, жұмсақ. Аяққа приятно. Трубичқа келсеңдер, осына Трубичтің кіретін парковкасы жағында, осы талдардың арасынан үлкен жарғанттар көре аласыздар. Үлкен болғанда да енді айта алмаймын ана үлкендікті. Мынандай үлкендікті бірінші рет көріп тұрмын жарғантты. Алдында Козело национальный паркта, зоопаркінде, именно вольерінде көрген үлкен жарғанаттар. Дәл сондай жарғанаттар осы талдарда ұшып жүр. Ежеден дұрыс көрінбейді, но байқауға болады жаңа бұлай ұшып жүргендер. Құстан да үлкендеу ма бірдеңе ғой. Amène-moi au démon, baby. Remets mon visage rouge dans mon côté. Une année à peine une minute, nerveuse dans ma pensée. 15 ans de vie, tous les jours à mode oh, c'est une heure d'intelligence, ils ont pour faire moi rêver. Na 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 na.
pas t'arrêter maintenant. осылай байыппен. Et de rendre le malade comme un junkie. Baby, c'est so douce pour mettre the Ivy. Oh, Ivy, eh, eh, eh. Et de rendre le malade comme un junkie. Baby, c'est so douce pour mettre the Ivy. Oh, Ivy, eh, eh, eh. Baby, mon bac à bavarette, palo. Mon bac à bavarette, palo. Mon bac à bavarette, content. Si de bac à bavarette, content. Mon bac à bavarette, palo. Mon bac à bavarette, palo. Mon bac à bavarette, content. Si de bac à bavarette, content. Браво, браво. Перфекто, brother, перфекто. Бүгін солтүстіктегі Мончуази дейтін пляжға келдік. Алыстан пляждың түсі енді айта алмаймын, бөлек қой түсі деген. Түсі беріліп тұрма, көрініп тұрма, бірақ білмеймін, бірақ түсі мойшы екен. Жақта пляждарды жалпы ағаштарына байланысты негізі бөлінеді. Кейбір пляждар бар пальмасымен, кейбір пляждар бар осындай ағаштармен. Шамалы шыршаға келеді. Қандай ағаш екенін білмеймін, бірақ ағаштанудан дұрыс оқымаған ба ағаштанудан. Түсін қарасаңыздаршы, әдемі да? Пляждың суы. Қалдың жаңа шынды жапырақтар ғой. Вау, мощно. Құмы да мощно. Суға түсейін. Мончуази пляжында осындай кокос алдық. Дәмі жақсы екен. 1000 теңге тұрады. 100 рупий. Ананастар 100-ден 50-ден бар. Яғни 500 теңге немесе 1000 теңге. Дәмдері тәтті, сосын іш болғаннан кейін ішін ашқызып, ана нелерін жейтін жұмсақ жерін алсаңыздар болады. Басқа жерлердің пляждарына қарағанда шамалы арзандау бағалары. Мысалға біз кеше барған, оның алдыңғы күндері барған пляждарға қарағанда нарықта шамалы арзан екен. Мынандай дүңгіршектерде мороженое сатады, мороженое. Супер Марио. Америкалық кинодағыдай, точнее, америкалық кинодағыдай фургончикте. Не, осы жерден алдық. Бағаларын көрсеңіздер, примерно. Даже 50-ден бар екен коконаттар. Кокостар 50-ден, ананас 50. Гранд Бая деген пляжға барып едік. Онда қатты ұнамады солтүстікте. Қазір біз La Cuvette Public Beach деген жерге келдік. Көреміз, көрсетем, как. Мончуази туралы айту мүмкін. Мончуазиде аква шусыз өте ыңғайлы, құмдары кайф. Нарақта шамалы тастар бар екен жегінде. Адам баршылық. Пляж өзі кішкентай. Екі жақта екі таспен қоршалған. Все, көрсеміз. Так, бұл пляжда снорклинг маскаларыңызды, трубкаларыңызды, ласты болса ластыларыңызды алып келсеңіздер, әдемі, мощно. Жақсы нелер бар екен, коралдар. Сосын не, еж өте көп, коралдардың арасына кірмей қойыңыздар. Маған ең ұнаған пляждар емес, пляж номер 1. La Cuvette Public Beach. Егер ең мықты пляж керек болса, осы пляжға келіңіздер. Мықты пляж осы менің рейтингім бойынша. Су таза, мөлдір, снорклингке әдемі, тастар жоқ, морские ежи жоқ, аквашусыз түсуге болады. Морские ежи бар, ол коралдардың қасында. Егер коралдардың қасына бармайтын болсаңыздар, вообще идеально. Базар жоқ, пляж кішкентай, но сапасы деген мощно. Екінші Мончуази деген пляж, ол жақта әдемі. Екеуі сулар бір-біріне ұқсайды, бірақ Мончуазида шамалы су мутныйлау.
Бүгінгі күніміздің үшінші локациясы, үшінші пляж. Бізде Терей Бере деген пляж. Енді мұнда адам деген мың, манағылардан қарағанда. Адам көп екен. Суы нормально, манағылар сияқты. Манағылар екен. Пляждардың арасында осындай фуд-трактар бар. Мороженое сатады. Мұнда халал фуд бар. Мұнда жеміс-жидек, кокос, ананас, ау. Бағаларын қарайық. Так. Мұнда 2000-3000-ның айналасында жақсы не алуға болады екен. Тамақтар, примерно. Надыштың айналасында пальмалар бар екен. Адам көп енді. Пальма. 3-4 пальма орналасқан. Нормально. Суге болады. Біз енді бүгін чисто пляжный дем болып кетті ма? На пляжға түспейтін болып шешіп жатыр қазір. Анда мана 2 сағаттай болдық. Екінші пляжда 2 сағаттай болдық. Сонымен күніміздің көптен бір бөлігі пляжға өтті ғой. Загарды алдық, от души күйіп. Қателеспесем, осымен бізде пляждың темасы бітті. Кеңесім, солтүстіктің пляждары өте мықты екен. Маған ұнады. Тамақтың арзандығы жағынан, тамақтың фруктлардың арзандығы жағынан Мончуази дейтін пляж бар ғой, который бірінші барған. Сол пляж жақсы болды. Жергілікті достопримечательностьтардың бірі Нотр-Дам де Ауксиатрис де Кап деген осындай қызыл крышалы церковь қасында не болып отыр екен. Жағажайда орналасқаннан кейін қасында осындай неке қию рәсімі болып отыр. Мына жерге дастархан жайып қойған, некесін қиып тастаған. Примерно бір 15-20 адамға дастархан жасалған. Орындық та сондай примерно 15-20-дай. Мешіттің сыртқы көрінісі осындай. Мешіттер Аллаға шүкір көп. Аралда. Көп орталықтарда. Бисмилля. Мешіттің бірінші этажы, потом екінші этажы дәл табатын жер. Жерде азан шақырады, қателеспесем. Мешіттің алыстан көрінісі.